Мен өлсем де өлем ғой жөнім менен дейді да. Тәннен басқа немді алар өлім менен дейді. Өйткені ол кісілер біліп отыр, мынау мен деген жан менімен менікінің айырылғанын өлді деп ат қойып дөңкей білмес дейді ғой. Мен деген жан, мен деген тән емес, тән деген ол мәйіт дейді оны. Ол қалады ол. Ол жан мәңгілікке Аллаға қайтады да. Соны мына атамыз айтып отыр ғой. Мен өлсем де өлемін ғой жөнім менен. Тәннен басқа немді алар өлім менен. Өйткені жан кетеді, Аллаға қайтады. Тән қалады. Тәннен басқа немді алар өлім менен. Өлген күні апарып тығары көр. Мен жоғалман көміліп тәнім менен. Тән көмілер көмілмес еткен ісім дейді. Жігіттер, біздің салиқалы амалдарымыз, біздің жасаған осы жақсылықтарымыз ешқашан көмілмейді ол. Ол бізбен бірге қалады. Шаңның тозаңындай болса да жақсылық жасасаң, ертең қияметте оны көресің. Егер де шаңның тозаңындай жамандық көрсең, оны көресің. Мен жоқ болман көміліп тәнімменен, тән көмілер көмілмес еткен ісім, мен емес қой ойлайтын бір күнгісім дейді. Қазір керісінше біз бір күнгімізді ғана ойлайтын болып қалдық та. Не ішсем, не жесем, қалай жылы болса, қалай бізге рахат болса деп ойлаймыз да бүгін ғана. Ал ертеңгісін адам ойлау керек та. Ертеңгі дегенде жігіттер бізде ертең деп, ертеңгі ататын күнді айту мүмкін. Ертең деп баратын, қайтатын Алланың алдында айту мүмкін да. Мен емес қой ойлайтындай бір күнгісін. Жұрт ұқпаса ұқпасын, жабықпаймын. Ел бүгіншіл, менікі ертең үшін дейді. Ел кейде түсінбеуі мүмкін сенің ақиретке дайындалып жүргеніңді, сенің күйіп пісіп жүргеніңді түсінбеуі мүмкін. Қазірде де айтады ғой, өй жап-жас емессің ба? Неғып соншалықты тыраштанып жүрсің, әлі талай өмірің бар ғой дейді. Омар радиаллаху анхуға бір 9 жасар бала айтады ғой, таң намазына кетіп барсын кезде. Омар радиаллаху анху айтады ғой, балақай сен қайда кетіп бара жатсың деп. Таң намазына дейді. Өй сен әлі кішкентай емессің ба? Саған әлі парыз емес қой деген кезде, кеше менің 9 жасар бір жолдасым қайтыс болып кетті. Кімге ерте, кімге кеш, қайдан білесіз деп айтқан дейді. Шын ғой. Кімге ерте, кімге кеш?